Түркістан қаласы Абдулла Жармұхамедов көшесінде салынған жаяу жүргіншілер жолының кейбір кемістігі бар тұстарын осыдан бір айға жуық уақыт бұрын каналымыздан көрсеткен болатынбыз. Алайда көрер көз істер істі көрмеген. Біздің журналистік топ экранға тағы да осы өзекті мәселені қозғауға мәжбүр болып отыр. Себебі осы жаяу жүргіншілер жолын істеген мердігер компанияның салғырттығы ма, әлде тапсырыс берген мекеменің салғырттығы ма, түсіне алмадық. Бұл жаяу жүргіншілер жолымен ең алдымен еліміздің болашағы, ұрпағымыз, мектеп оқушылары мектепке барады, мектептен қайтады. Түсініксіз жағдай сол. Неге бұл жаяу жүргіншілер жолының бірінші су ағарлатоғына сынық, жарамсыз бетон қалдығын қоя салады да, екінші су ағарлатоққа сынық та жарты да бетон қоймайды. Біз латоқтарға сынық бетон қойсын дегеніміз емес, тәртіп болса екен дейміз. Дәл қазіргі күн суық қыс айында ені 1,5 метрде келетін бұл латоқтан өту тіпті мүмкін емес. Делік, мердігер компания бұл жолды қай мақсатта және кім үшін салды? Тапсырыс беруші қаражатты не мақсатта жұмсады? Алдағы уақытта оқушы балаларымыз латоқтардан құламай тұрып, осы өзекті мәселені шешсе деген үмітте отырмыз. Нәтижесін күтейік.